Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Шырайлы Шымкенттен жалынды сәлем. Шымкентте күн ысып жылы болып тұр. Жаз болып тұр, жаз Шымкентте. Бүгін қызым Аярудың жарысына келдім. Аяру іште дайындалып жатыр. Қазір барлығын көрсететін болам. O sahnada biriydi kızlarımız. Mana at terletip Koyanlı'dan geldik, Astana'dan Çimkent'e ya. Birinci sahnası kızımın. Сәлем достар, қалайсыздар? Ертең менің қызым Құдай қаласа осы сахнада билейді. Қыздар, привет деп қойыңдар. И молодец. Молодец па. Салып қойын. Апай, сәлем деп қойыңыз. Апай, сәлем етсіз бе? Сағынып қалды сіздерді. Сағынып қалды сіздерді. Мына кезде Аяру кішкене ыстығы көтеріліп, сәл жазылып келген еді, апай уайымдап қалыпты. Привет деп қой жаным. Аяру ауырып қалды. Біздің балалар да осылай сахнада өзін кішкене үйретіп, сахнада орындарын апай көрсетіп болғаннан кейін, сахнада бір рет дайындалғаннан кейін, апайымыздың балалардың басқа ата-аналарын тоқтаған қонақ үйіне келіп, қонақ үйде де тағы да ары қарай немізді жаңағы дайындығымызды жалғастырдық. Ертеңгі сахнаға шығуға ол үлкен жауапкершілік болғандықтан апайымыз тағы да біз кішкене қалып, осылай дайындалуымызды сұрады. Біз енді Шымкентте жүргендіктен біз нағашы апасының үйінен келе салдық. Бұл кезде достар Аяру төмен температура беріп, ауырып шыққан еді. Сонда да жауапкершілікті сезініп, осында да кішкене бас ауырып тұр. Сонда да сахнаға билеп шықты қызым. Осылайынан шаштарын түйіп, қатырып, паригін кигізіп, дайындап, өзім сыртқа шығып, Түркістан сарайын айналып, көрермен болып залға қарай бардым. Шымкентке келген бірден бір себебіміз де осы. Аярумның жарысы. Бүгін қызымның жарысына келдім. Құдай қаласа, қазір Аяру сахнаға алғаш рет шығып, тобымен билейтін болады. Троллей биін Аяруларды аяқтап бояндырып жатыр. Солай. Біз ата-аналар мына Түркістан сарайына басқа жақпен кірейін деп жатырмыз. Үлкен екен. Сәттілік тілеп қойыңыздар Аяруға. Көк пакет қолда. Ал достар, мен кірдім. Осындай дәу екен. Қыздар, сәттілік. Дайындалып жатырмыз мен шығуға. Қазір үшінші болып біздің қыздарымыз шығады. Бірінші группамыз кетті, я берса. Сәттілік, давайте. Аха. Көңіл күйдерің қалай? Все? Гран-при аламыз ба? Ай, молодцы, давайте. Ал достар, мына жерде Аяру биге шықты. Мен бұл видеоны екінші рет жүктеп жатырмын YouTube каналымызға, так как мына жерде музыка тролли биін билеп жатыр. Тролли мультигін білесіздер ғой барлықтарыңыз, я. Сол бірінші рет жүктегенде музыка үшін бұны өшіріп тастады каналымнан. Сол үшін музыкасыз жүктеуге тура келді. Аяру қызымның қанша дегенмен алғашқы сахнаға шығуы, Шымкент қаласына барып, осылайнан күштілеп билеп шықты. Қызымды қолдап, лайк басып, комментарияға күшті жылы сөздеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын.
Және де айта кететін жайт, тролли бидің музыкасымен бірге мен шортс бөліміне өтсеңіздер жүктейтін боламын. Сояқтан музыкасымен бірге көрсеңіздер болады. Сіздерден лайк күтеміз, күшті комментариялар күтеміз. Мен Айару мен Алинұрымның көрермендерімнің ішін пыстырмайын деп әзірше басқа музыка қоса тұрайын. нағашы әпшесі Қорлан және де анам көрермен болып кірді залға. Жарыс бітті, достар. Апайлар сыртқа шығып бәрі марапаттап, грамоталарын беріп.
медалдарын тақты. Апайымызға, Райгүл апайымызға көп алғысымызды айтамыз. Осыншама 50 шақты баланы Астанадан Шымкентке алып келіп осындай жарыстарға қатыстырған. Біздің апайымыз, бір қызымның тобы. Это Троня. Светлана Казахия. Жайық Казахия. Біздің каналға тіркеліп, біздің көрермен болуды ұмытпаңыздар достар. Сау болыңыздар.